Сейчас будет прикол. Опа. Это Назымбек. Это Ғани. Құрметті достар, бәріңе сәлем. Менің есімім Ризабек Бексұлтанұлы. Бұл менің арнам. Бизнес туралы, кәсіп туралы. Нақты айтар болсақ, кафеге арналған, қолданылған заттармен, құралдармен, мебель және техниканы сатумен айналсам. Жуырда осы жерден бір видео түсірген болатынмын. Қазір бүгінгі видеоның тақырыбы біз складтың көлемін үлкейтіп жатырмыз. Бұл жерде осындай 200 квадраттан тұратын екі секцияны қолданып жүргенбіз. Жуырда кешема алдыңғыныма 5-нен бастап төледік. 3-ші секцияны алдық. Ол осы екі складқа жалғанып тұрған 3-ші секция. Ол жерге сыртынан айналып жүрмес үшін осы 2 күн болды. Міне қабырғаны ойып алып, өтетін жол жасап, жаңа залға мынау жиһаздарды көшіріп жатырмыз. Ол жақ тек қана жиһаз болатын болады. Ал мына екі залда темір құралдар, темір оборудованиялар болады. Міне біздің жаңадан ашылып отқан залымыз. Жиһаздарды кіргізіп бастап жатырмыз. Қайдадан бір шамын сүртіп қойып, жөндейтін жерлері болса тексеріп жатырмыз. Осындай міне 200 квадрат бөлме. Мына жерде мына есік ашылады. Есікті ашылады, ворота да ашылады. Заттар әкелетін болсақ, немесе шығаратын болсақ, осы есіктен шығарамыз. Ал клиенттер келген кезде осы ортаңғы есіктен, жаңадан істеген есіктен кіргізе береміз. Бұл жер полный осындай профлистпен жабық болды. Оны бұрап алдық. Олар мына жерде. Профлистеріміне жинап қойдық. Және 20 сантиметрлік газоблок қабырға болды. Оны арамен кесіп алдық. Ойып кесіп алдық. Және осындай угольник салдық. Үстіндегі кірпіштер құлап кетпесін деп 2 угольник салдық та ортасынан шпилькамен тартып қойдық. Мына жерінде полы биіктеу екен. Ступенька жасаймыз ба деп ойлағанбыз, бірақ өзінің фундаменті осылай құйылған екен. Еш жұмыс жасау қажеті жоқ. Бер жағында мына профлистің астында 2 слой утеплитель болды. Оларды да алдық. Міне өзіңіз көріп тұрғандай бірінші сары, сосын қызғылт. Қазір мына дивандарды, столдарды, кресло ағаштан жасалған және жұмсақ жиһаздардың бәрін кіргіземіз. Ал темірлер қалады. Столдарды да кіргіземіз сол жаққа. Ол жиһаз залы болады да, мына жақ оборудование залы болады. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай осылай қатар-қатар столдарды жинап қойдық. Суретке түсіру үшін жаңа залға кіргізіп, осылай суретке түсіріп қойдық та, және кетер кезде бүгін қабырғаға қарай жақындатып, жоғарыға үйіп бастадық. 4-5 түрін столдардың. Енді үлгермедік бүгін. Қалғанын ертең жалғастырамыз, Құдай қаласа. Мына есікті қолданбаймыз. Стеллаж үлкен жасайтын болсақ, промышленный стеллаждар орнатамыз. Жағдай болып жатса, солардың үстіне сосын төбеге дейін тауарларды жинаймыз. Мысалы,
мына жақта жасалған стеллаж сияқты. Міне өткен жолы мына жерге істедік. 150 мың теңгеге ғанақ 3 секция стеллаж сатып алдым өткенде. Газелист жігіттер әкеп берді. Тамаша стеллаж, өте мықты. Міне болтпен жиналған соединениялар бар. Ешқандай сварка, ештеңе жоқ. Бірақ міне соның арқасында төбеге дейін заттарды үйіп, орынды үнемдеуге болады. Міне 2 секция 3 метрден. Бұлар дүкеннен алсаң өте қымбат. Осындай қолданылған стеллаждарды жігіттер маған әкеліп берді 150 мың теңгеге. 2 секциясын осы жерге жинадық та, сосын бір секциясы қалып еді. Оны мына жерге жинадық. Міне. Бұның екі ножкасы жетпей қалғандықтан, бұрынғы болған материалдан мына жерге өзінің келтіртіп ножка жасадық. Бұрынғы осындай материал бар еді. Оларды да міне стеллаж қылдырып қойғанбыз. Самодельный бұлар. Бұны өзіміз жасағанбыз осы складқа кірген кезде. Өткенде ремонттап жатқан пушкамыз міне. Қазір осы жерге видеосын қосамын. Бұны біз қосып тексерген кезде, жанып тұрған кезде видео түсіргем, соны қосамын қазір. Достар, назарларыңызға рахмет. Осы арнаға подписаться етуге, лайк қоюға және комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Қазір мынау біздің складымызды сыртынан түсіргім келіп жатыр. Сыртынан көрсетейін деп. Міне осы 3 есік. Осы зданияны полный арендовать етіп жатырмыз кешеден бері. Осымен бүгінгі видеоны аяқтаймын. Менің арнамда бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.